отырмаңыз. Апайларды бұрайық, енді жасқа жолға, стажға неге қараймыз? Апайларды. Рахмет, сыйлап сөз бергендеріңіз үшін. Ассалаумағалейкум, 88 жыл қыздарымен ұлдарым. Әрдайым аман болыңдар, сау болыңдар, бала-шағаларың рахатын көріңдер. Сендерді көрген кезінде вообще басқаша болады адам. Әр ұстаздың өзінің жүрегінің жылы болады ғой. Көрген сайын көзіңізге басқаша көрінесіздер. Кішкентай кезден көзіңізге көрінесіздер. 20 жылда әжептәуір өсіп қалыпсыңдар. Құда қаласа балдарың уже ержет отқан шығар, қыздарың бойжет отқан шығар. Алла қаласа 1-2 жылда құдағы қалай жеңжаттар боласыңдар, әжеде боласыңдар. Сол күндерге жеткізе берсін. Балалардың иманды, ынсақты болып өсе берсін. Осыдан 10 жыл алдын кездесу кешіміз істеген еді.